Достар, сіздерге видео бастамас бұрын Ибрасанды формат деген екінші арнамды ұсынғым келіп отыр. Бұл каналда сіздерге стрим, PUBG Mobile, монтаж, CSGO ойындардан видео шығып тұратын болады. Және де стрим болады. Стримге келіп, лайк басып, қолдап кетіңіздер, тіркеліңіздер, және де колокольчик қойыңыздар. Сілтемесі описаниеде тұр. Ал видео жалғастырамыз. Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Ыбырай. Қытай дүкен арнасына қош келдіңіздер. Егерде сіздердің телефондарыңыздың экраны сынса, сіздер AliExpress арқылы экранға тапсырыс берсеңіздер болады. Ол жерде бірақ реплика болғасын бағасы төменірек болады. Сол себептен мен осында экранға тапсырыс беріп көрдім. Қандай болады екен, ашып көреміз. AliExpress'те көрсетілген, мысалға Samsung болса, Samsung'тың жазуы болмайды деп көрсетілген, бірақ сатушы айтады. Мен ол скотч ретінде немен жауып тастағанмын деп. Солай айтып жатыр. Магазиндеріне қарасаңыздар. Қазір көреміз ашып. Қалай жібереді, қалай немен жібереді, өз қандай болады. Бірақ қарасақ, ішін оқып, комментариясын, отзывтерді оқып қарадық. Ол экрандар жарықты төмендетіп жоғарылататын функциясы жасамайды. Мінекей достар, осындай күйде келеді экран. Ешқандай да зақым келмеген сияқты, қатты зақым келмеген транспортировкаде. Мінекей достар, осындай болып келеді екен. Осындай пенопласт неге салып қойған. Мінекей қаншама пенопласт кетеді осыдан, қаншама тапсырыс берген сайын. Және де мінекей осындай неге салып береді екен. Мінекей алтын түске заказ берген болатын, алтын түстес. Қазір көрейік. Мінекей осылайынан бет алынады. Транспортировочный пленкасы. Осылайынан материнский платасына қосылады. Салмағы ондай қатты жеңіл емес, кішкене салмақ бар. Арты стекло ғой. Мінекей достар, тапсырыс берсеңіздер болады. Егерде осындай экран керек болса, оны үйде арты шуруппен ашылатын болса, ашып өздеріңіз салып алсаңыздар болады. Былайынша ремонт, замена экраны дейді ғой. Ол қаншама ақша тұрады? Қымбат тұрады. 25 мың теңге сұрайды ремонттайтындар. Сонымен достар, осы видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар.